Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ет және картоп қосылған штрудель пісіру рецептімен бөлісемін. Етті үлкен бөліктерге бөліп тураймыз. Пиязды жарты сақиналап тураймыз. Қызанақты да жарты сақиналап тураймыз. Сәбізді дөңгелектеп тураймыз. Картопты үлкендеу текшелерге бөлеміз. Екінші пиязды ұсақтап текшелерге бөліп тураймыз. Сәбізді үкіштен өткіземіз. Қазанды қыздырып, үстіне шамамен 60 мл май құйып, қыздырып, етті салып 5 минуттай қуырамыз. Үстінен пиязды салып 3 минуттай қуырамыз. Үстінен 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка, 2 шай қасық томат пастасын қосып қуырамыз. Үстінен сәбізді салып 2 минут қуырамыз. Картопты салып 3 минуттай қуырамыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып, 15 минут орташа отта қайнатамыз. «250 грамм ұнның үстіне 1 шай қасық тұз салып, су құйып, қамыр илейміз. Қамырды жұқалап жаямыз.
Қамырдың үстіне шамамен 50 мл май құйып, тегістеп жағып шығамыз. Үстінен пияз бен сәбізді себеміз. Дөңгелектеп ораймыз. Орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Дайын орамаларды бетіне саламыз. 15 минуттай қайнатамыз. Асымызды өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.